Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар, математикаға қызыққан жандар. Олимпиада есебі шамалы күрделі болуы мүмкін. Бұл теңсіздікті дәлелдеуді, бұл теңсіздіктерді дәлелдеуден Каши теңсіздігі немесе арифметикалық орта, геометриялық орта деген теңсіздіктердің қасиеттерін білу керек. Теңсіздіктерді дәлелдеудің жолдарын. Бүгінгі сабағымызда жалғастырайық. А және В және С сандарын көбейтіндісі бірге тең, және А және С сандары оң сандар болса, мына теңсіздікті дәлелдеп беріңіз дейді. Енді мен егер мынаның квадратын ашатын болсақ, бірінші қосындының квадратын ашатын болсақ, бізде мына өрнек шығады. Мына жерге жазып қояйын. Мына өрнек. Екінші қосылғыш мына тұр. Және үшінші қосылғышымыз. Үшіншісі. Мынадан егер жақшаны ашатын болсақ, осылай көбейтінді тұр. Енді бізге осындай элементтер керек. Осы түрге түрлендіруіміз керек теңсіздікті. Бізде енді мынандай жазуыма болады. Теңсіздікті қарайық. Екі санның арифметикалық ортасы оның геометриялық ортасының үлкен екенін ескерсек, А плюс В бөлінген 2 үлкен немесе тең түбірасында А көбейту В немесе бұлай да жазуға болады. А плюс В үлкен немесе тең, яғни мына жерде теңсіздіктің екі жағына 2-ні көбейтіп жіберіп 2 А көбейту В деп. Дәл сол нәрсені мына жердегі өрнек үшін қолданатын болсам, В квадрат плюс С квадрат үлкен немесе тең 2 еселенген түбірасында В квадрат көбейту С квадрат. Бұл жерден шығатыны 2 В С шығады. Егер А квадратты көбейтетін болсақ, теңсіздіктің екі жағына бірдей А квадратты көбейтетін болсақ, бізде пайда болады. А квадратты көбейтсек, пайда болады. А квадрат немесе бұлай жазуға болады. А көбейту А деп жазуға болады. Бізде А және В және С сандарын көбейтіндісі ол бірге тең. А көбейту В көбейту С ол бірге тең. Енді сол кезде бізде 2А деген шығады. Яғни бірінші теңсіздікті қалай шығардық? Түсінікті болса, мынандай жүрейік. Енді екінші теңсіздікті қарайық. Екінші теңсіздікті де дәл осы әдіспен шығаруға болады. Дәл осы әдіспен екінші теңсіздікті шығарайық. Бұл жерде де және үшінші теңсіздікті де дәл осы әдіспен шығарсақ, үш теңсіздікті сәйкесінше қосып шықсақ, бірінші, екінші және үшінші теңсіздікті сәйкесінше қоссақ, оң жағына, сол жағына қосатын болсақ, бізде мынандай нәрсе пайда болады. 2А квадрат мына жердегі қарайық. Мына А квадрат пен В квадраттың көбейтіндісі біреу, мына жерде тағы А квадрат пен В квадраттың көбейтіндісі 2 штук. А квадрат пен С квадраттың көбейтіндісі мына жерде тұр. Және мына жерде А квадрат пен С квадраттың көбейтіндісі тұр. 2 штук. Барлығынан 2 штук болады. Және теңсіздіктің оң жағында дәл солай 2А, 2В, 2С. Мен мына 2-ні көбейткішке жектерінде мына 2 мен 2-ні қысқартайын деп отырмын. Қысқартатын болсам, онда бізде пайда болады А квадрат көбейту В квадрат плюс В квадрат көбейту С квадрат плюс А квадрат көбейту С квадрат үлкен немесе тең А плюс В плюс С-дан. Ендігі мәселе А және В және С сандарын көбейтіндісі бірге тең екенін білсек, және оны квадраттасақ, мұны тең осы өрнекті квадраттап жіберсек, бізде мынандай нәрсе пайда болады. Мен жазалам А квадрат көбейту В квадраттың орнына
мынаны әкеп жазуға болады. Так, а 1 бөлінген v квадратты мен жаза аламын. А және с сандарын квадраттарын мына жерге қоя аламын. Сол сияқты үшін өз орнына қоятын болсақ, бізде мынандай теңсіздік пайда болып тұр. Бұл бізге қажетті теңсіздіктің бірі осы еді. Так, бір теңсіздік. Енді мына нәрсені пайдалану керек. Мына екінші теңсіздік. Бұл екінші теңсіздікті. Так, екінші теңсіздікті білеміз, ол қалай не алатын, дәлелдеуге болатын. Бұл дәлелдеу онша күрделі емес. Так, енді қарайық. Үш санның арифметикалық ортасы, мына жерге жазайын. А плюс В плюс С. Үш санның арифметикалық ортасы үлкен немесе тең. Олардың геометриялық ортасына үш еселі турасында А және В және С сандарын көбейтіндісіне. Енді біз бұлай жазуға болады. Так, А көбейту В көбейту С үлкен немесе тең. Үш көбейткен үштік турасында А көбейту В көбейту С деп, немесе А және В және С сандардың орнына мен мынандай нәрсе жазатын болсам, мына жер қосылды. Так, мына жерде үшке көбейтіп осылай алдым. Так, енді А-ның орнына А бөлінген В-ны жазсам, және В-ның орнына мен жазсам В бөлінген С-ны жазсам, және С-ның орнына С бөлінген А-ны жазсам, ол кезде менде пайда болады үш көбейткен үштік турасында А, В, С және С, А. Бұл жерде С мен С жойылады, В мен В жойылады, А мен А жойылады. Бұл түбірінің астынан бір шығады. Және мына қосылғыш үшке тең. Мынадан бір шығады. Орнына мен жазалам бірді. Және бізге егер бастапқыда қарасақ, 2 деген коэффициент керек. Яғни 2-ге көбейтетін болсам, мына 2-ге көбейтсем, ол кезде 6. Яғни мына екінші теңсіздікті қазір дәлелдеп беріп отырмын. Арифметикалық ортаның үш санның арифметикалық ортасы, оның үш санның геометриялық ортасынан үлкен немесе тең деген қасиетті пайдаланып, осы теңсіздікті дәлелдедім. Екінші теңсіздікті дәлелдедім. Ендігі мәселе, так, үшінші теңсіздік мынау. А квадрат плюс 1 үлкен немесе тең 2А. Бұл теңсіздікті де дәлелдеп бере салайын. Так, екі санның арифметикалық ортасы А плюс В бөлінген 2 үлкен немесе тең. Екі санның геометриялық ортасын А көбейту В. Бізде А-ның орнына А квадрат тұр. А квадрат. В-ның орнында 1 тұр. Бөлінген 2 үлкен немесе тең. Үлкен немесе тең турасында А квадрат көбейту 1. Шамалы түрлендіретін болсақ, А квадрат плюс 1 үлкен немесе тең Адан, 2Адан. Осылай теңсіздік дәлелдеуге болады. Енді бұл теңсіздікті де дәлелдеп бердік. Келесі теңсіздікті жазайын. 3, 4, 5. Үшінші теңсіздік, төртінші теңсіздік және бесінші теңсіздік. Осы 5 теңсіздікті қосатын, сәйкесінше қосатын болсақ, бізде пайда болады. 5 теңсіздікті сәйкесінше қосатын болсақ, бізде осындай теңсіздік пайда болады. 6-шы теңсіздік пайда болады. 6-шы теңсіздік дейгі 6-шы теңсіздік пайда болсын. Енді біз мына 3-пен, мына 6-ны шамал ықшамдасақ, яғни теңсіздікті екі жағын бірдей минус 3-ке қысқартатын болсақ, бізде және мынаны топтастыратын болсақ,
мына үшеуін топтастыратын болсақ, бізде бастапқыдағы мән шығады, бастапқыда дәлелдеу қажет болған нәрсе шығады. Мына жерден 6-дан минус 3 азайсақ 3 шығады. Яғни мына 3-ті жақсы сыртына қойып, А плюс В плюс С плюс 1 деп жазуға болады. Жазайық. Және көруге болады, қысқа көбейту формуласын пайдалансақ, осы теңсіздік пайда болады. Бізге дәлелдеу керек болған нәрсе де осы еді. Тыңдағандарыңызға рахмет. Каналға тіркеліп, ұнаса лайк басып, сұрақтар болса комментарийда қалдырамыз. Рахмет.